Тікелей эфирде информбюро. Ақтөбедегі ірі сауда орындарында шіріген картоп сатылып жатыр. Тұрғындар тұрақтандыру қорынан алынған арзан көкөністің сапасына жаппай сын айта бастады. Олар бүлінген картопты саудаға шығару барып тұрған бассыздық дейді. Да хоть любую бери. Бейне жазба авторы сөреге қойылған арзан картоптың жартысынан көбі шірігенін айтады, тіпті таңдап алуға келмейді дейді. Дәл осылай видео түсіріп желіге жүктеп жатқан тұрғындар көп. Халық жеуге жарамды көкөністің тым қымбатқа сатылып жатқанын айтуда. Ал әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының өкілдері қордың қоймасына әкелінген өнім ғана сұрыпталып алынады, ал шаруа қожалықтарының қоймаларында сақталып тұрған көкөніс тікелей ірі гипермаркеттерге жіберіледі деп ақталды. Сауда желісі өздері сұрыптап алып, жарамсызын кері қайтару тиіс екен. Жауаптылар бұл мәселе бойынша тексеріс жұмыстары жүргізіліп жатқан жеткізді. Қазір қорда 1000 тоннадан астам картоп бар, облыс аумағында оның келісі 400 теңге шамасында. Ал тұрақтандыру қорының өнімі 116 теңгеден сатылып жатыр. Кез келген дүкенге Анвар-Дина жерлерінде табысталмас бұрын олар өздері қабылдап алады. Яғни оның ішінде шіріген картоптар болса, олар оны бізге кері қайтарады. Яғни олар оны өздерінде алып қалмайды, оны саудаға жаңағы сөрелерге шығармайды. 2 апта бұрын 460 килограмм көлемінде жаңағы шіріген картопты біздер шаруа қожалықтарына кері қайтарып бердік.